Көптеген адамдар екінші дүниежүзілік соғыста ядролық қару қолданылғаннан кейін оның жойқын нәтижелерін көріп, бұдан кейін адамдар дүниежүзілік соғысын ұйымдастырмайды. Егер ұйымдастырса, ядролық бомбаның нәтижесінде жойылып кетеді деп есептеді. Дегенмен біз пайғамбарымыздың оған Алланың сәлемі болсын хадистерін оқысақ, болашақта бізді ең сұмдық соғыс күтіп тұрғанын байқай аламыз. Себебі пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын, бұл соғысты адамзат тарихында бұрын соңды болмаған ұлы соғыс деп атаған. Бүгінгі видеода мен сіздерге бұл қандай соғыс және кімдердің арасында болатындығын айтатын боламын. Біз өмір сүріп жатқан заманда жер бетінде көбіне ақш, Ресей, Қытай, Европа, Израиль секілді кәпір мемлекеттердің ықпалы күшті екенін байқаймыз. Бірқатар мұсылман елдері күшті болса да, олар супердержава деңгейінде емес. Бірақ ақыр заман жақындағанда мұсылмандардың қайта күшеюі басталады. Мұсылмандар қазіргі Израиль мемлекетінің күлін көкке ұшырып, еврейлерге жойқын соққы береді. Ал енді бүгінгі тақырыпқа келсек, бұл оқиға әлі болған жоқ, таяу болашақта болады. Бұл соғыс мұсылмандар мен римдіктердің арасында болады. Римдіктер деген батыс елдері, яғни қазіргі христиандық Европа, ақш, Австралия. Абу Дауд жеткізген хадисте Алла елшісі оған Алланың сәлемі болсын, сендер римдіктермен одақ құрып ортақ жаумен соғысасыңдар. Сендер жеңіске жетіп мол олжаға тап боласыңдар және арада бейбітшілік орнайды. Дегенмен қайда жолда сендердің араларыңда түсініспеушілік орын алады. Христиандардың бірі төбеге шығып кресті көтеріп, крест жеңіске жетті деп айғайлайды. Мұсылмандардың бірі оған ашуланып кресті жерге тастайды. Содан кейін римдіктер кетіп қанды соғысқа дайындалады деп айтты. Яғни бастапқыда мұсылмандар мен римдіктер, яғни батыс елдері одақтас болып ортақ жауды күйретеді. Содан кейін римдіктер келісімді бұзып мұсылмандармен соғысуға дайындалады. Келесі хадисте римдіктер қонысын Әлі-Маққа тіккенше шабуылдап келеді. Сол кезде Медина қаласынан оларға қарсы әскер шығады делінген. Яғни римдіктер қазіргі Туркия жерін басып өтіп, Сирияға дейін жететін болады. Давид деген жерде, яғни қазіргі Сирияда екі әскер жолығады. Бұл жерден біз негізгі соғыс майданы қайда өтетінін көре аламыз. Абу Хурайра жеткізген хадисте Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, римдіктер Әлі-Маққа немесе Давидке кіргенше ақыр заман болмайды. Жер бетінің ең үздік адамдары Мединадан шығып, оларға қарсы аттанады. Олар сап түзегенде римдіктер оларға: біздің сотқа біздердің арамыздан сендерге тұтқынға түсіп, сендердің діндеріңе өткендерді беріңдер. Бізді олармен соғыстырыңдар дейді. Мұсылмандар оларға: жоқ, Алланың атымен ант етеміз, біз ешқашан сендердің жақтарыңа өтіп, сендер соғысқыларың келіп тұрған бауырларымызды тастамаймыз деп жауап береді. Сосын олар соғыса кетеді. Нәтижесінде әскерлердің бір бөлігі соғыс даласын тастап қашып кетеді. Алла оларды ешқашан кешірмейді. Әскердің бір бөлігі Алла алдында ұлы шахид дәрежесіне ие болып шайқаста қаза табады. Ал қалған бөлігі ешқашан сотқа тартылмайды. Олар жеңеді. Олар Константинопольді жаулайды деген. Енді осы хадистер негізінде айтатын болсақ, мұсылмандар дәл қазіргідей әлсіз күйде жата бермейді. Алланың қолдауымен мұсылмандар күшейетін болады. Олар батыс елдерімен, яғни римдіктермен одақ құрып, ортақ жауды талқандайды. Сосын сол жеңістен соң римдіктер мұсылмандармен де соғысуды көздеп, арадас жойқын соғыс орын алады. Бұл соғыс 4 күнге созылады. Бірінші күні мұсылман әскерінің бір тобы не өлеміз, не жеңіспен оралғанша қайтпаймыз деп қайсарлықпен аттанады. Олар римдіктермен қас қарайғанша соғысып, екі жақта бір-бірін ала алмайды. Екінші күні мұсылмандар тағы әскер жібереді. Тағы да нәтиже шықпай жатады. Бұл соғыста көптеген адамдар өліп, мұсылмандар қатары сиреп қалады. Үшінші күні тағы көмекке әскер келеді. Ол күні де екі жақ сұмдық соғыстан нәтиже шығара алмайды. Төртінші күні мұсылмандардың қалған бөлігі аттанады. Бұл адамзат тарихында бұрын соңды болмаған соғыс болады. Орасан зор адам шығыны болады. Тіпті сол маңда ұшып бара жатқан құстың өзі соғыс салдарынан өліп түседі. Алланың қолдауымен бұл жолы мұсылмандар римдіктерді талқандап тастайды. Бұл соғыс мұсылмандарға ауыр болады. Олар мол олжаға кенелсе де байдық деп қуанбайды. Себебі адамдар туыс еркектерді санағанда 100 адамнан біреу ғана тірі қалады. Яғни жеңгендердің бауырлары, әкелері мен балалары және басқа да туыстар ажал құшып, олар туыстардың арасында жалғыз қалған болып шығады. Мұсылмандар жауды талқандап ары қарай Константинополь қаласын жаулайды. Қорытындылап айтқанда, ақыр заман таяғанда мұсылмандар мен кәпірлердің арасында ұлы соғыс болады. Бұл соғыста қазіргі НАТО секілді римдіктердің одағы жеңіліске ұшырайды. Хадисте әділетті халифат қайтып келетіндігі айтылады. Бұл қазіргі лаңкестер құрған өтірік халифат емес,
Әбу Бәкір, Омар, Осман, Али заманындағыдай шынайы әділетті халифат. Олардың билігіне барлық мұсылмандар риза болып, адамдар қатты байып кетеді. Достар, егер сіздер үйде отырып ақша табуды қаласаңыздар, шығып тұрған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар.